Сәлем, менің атым Дженни, және мен өз басымда болған өмір бойғы достық, адалдық оқиғасын айтқым келеді. Рекс біздің үйде мен пайда боларда келді. Менің 8 айлығымда анам оны асырап алған болатын. Күшік тәртіпті әрі тыныш, бағынышты болғандықтан біз оны үйде қалдыруды шештік. Мен бірге толған кезде, анам өзі магазинде не дүкенде жүрген кезде мені Рекске тастап кете беретін. Менің барлық кішкентай кездегі суреттерімде де Рексті кездестіруге болады. Ол үлкендерді тыңдайтын, командаларды орындайтын, бірақ есіктен тек қана мені тосып алатын. Жауапкершілікті де сезінгендіктен де шығар. Кішкентай кезден бері мені Рекспен бірге балалар алаңында қалдыратын. Және ата-анам қорықпайтын да, себебі немецкий овчарканың жанына ақымақтар ғана барады деп ойлайтын. Бірақ мен 5-те болған кезде бізге бір белгісіз күдікті адам жақындады. Біз ол кезде өз жайымызбен песочницада ойнап отырған едік, ал Рекс шыбындармен алысып жатқан еді. Жәңгі адам бізге жақындай түсті және өз плашынан бір дәрі-дәрмектерді көрсетті. Біз бұны көніп, қайсысын таңдарымызды да білмей қалдық. Ал Рекс болса оны қатты тістеп алды. Сөйтіп біз осы жолы құтылып кеттік. Ал бірде мен оқудан қайтып келе жатқанда өте қараңғы болатын. Осы жолы Рекс мені күтіп алмады, себебі ата-анаммен 10 километр жердегі ауылға кетіп қалған еді. Сөйтіп мен кетіп бара жатқан кезде өзімнің артына адам барын сездім. Жалт қарадым. Бір адам келе жатыр екен. Басында ол да мен сияқты үйіне қайтып бара жатқан шығар деп ойладым. Бірақ бұным қате болып шықты. Ол менің артымнан жетіп келіп, арқамнан бір нәрсені мен қатты періп берді. Тағы да ұрғалы жатқан кезде менің Рексім қайдан екені белгісіз келіп, оны қауып алды. Рекс үрді, секірді, жәңгі адам не істерін білмей қалды. Сөйтіп біраздан кейін қашып кетті. Біз әрең дегенде үйге жүгіріп жеттік. Ата-анам үйге ерте келген болып шықты. Ал ерте келмесе неде боларын мен әлі де білмеймін. Қазір Рекс 20-да. Ол кәртейді, енді көп жүгіре алмайды. Рекстің менің ұлымды қорғап жүргеніне біраз болды. Сондықтан мен Рексті барынша көп өмір сүрсеген деймін. Себебі ол да иттің қалай адалдығын, махаббатын сезсеген деймін. Және менің ойымша, тек жануарлар ғана адамдан ештеңе сұрамай, адал, шын жан-тәнімен жақсы көре алады деп ойлаймын. Егер де үй жануарларыңыз болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көп-көп рахмет.